20 ғасырдың Гомері, халық поэзиясының алыбы деген атқа ие болған ақын Жамбыл Жабаев қазіргі Жамбыл облысы Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы ақпанның ақтүлек боранында дүниеге келген. Қазақта ақын көп, бірақ Жамбыл жалғыз. Жамбыл секілді 90-ға келгенде бақ қонып, даңқы дүниежүзіне тараған тағдырлы талант аз. Мұхтар Әуезов Жамбыл жайында 100 жасаған ақынның бойында жүздеген жылдардың өнері мен шеберлігі түйіскен деген екен. Жамбыл өмірімен де, шығармашылығымен де 2 ғасырды молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау. Жамбыл жас күнінде Сүйінбай Аронұлынан тәлім тәрбиемен қатар батасын алған. 20 жасында сол кездің атақты ақыны Жантаспен айтысып, оны жеңген. Менің пірім Сүйінбай деген өлеңін осы айтыста айтқан екен. Жамбылдың Құлманбетпен айтысы да қазақ әдебиетіндегі айтыстың жақсы бір үлгісі. Ол әлеуметтік және жеке өміріндегі сөзінің көбін өлеңмен сөйлеген кісі. Ел басына күн туған кешегі ұлы отан соғысы кезінде ақын жырлары майдандағы әр ұлттан құралған жауынгерлердің бәрінің де жүрегіне жетіп жігерін қайрат. Жауынгерлерге Ленинград, Москва, Сталинград сынды ірі қалаларды жау қолына бермеңдер деген ақын жырларында өршілдік рух басым. Кеңес жауынгерлеріне қайратына қайрат, жігеріне жігер қосқан өлеңдерінің ішінен Ленинградтық өлеңімді ерекше атауға болады. Ленинградтық өренің өлеңі кезінде ақын шығармашылығының биік шыңы деп насихаттал. Оның үздік шығармалары 40-тан астам шет тілдеріне аударылып, Жамбыл туралы жүздеген өлең жырлар жазылып. 20 ғасырдағы халық ақындарына Жамбылдың әсері өте зор болды. Бұл қатарда шәкірттері Кенен Әзірбаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Нартай Бекежанов, Доски Әлімбаев сынды тағы басқа белгілі суырып салма ақындар бар. Оның есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше аудандарға, бірқатар елді мекендерге, мекемелер мен оқу орындарына, өнер ордаларына берілді. Қостанай облысында да Жамбыл атында бірнеше аудан мен ауылдар бар. Қостанай қаласында бір көшенің аты Жамбыл атамыздың құрметіне берілген.